Кішкентай баламен алакөлге не алу керек? Ең бірінші балаға арналған дәрі-дәрмектер қобдишасын жинайтын боламыз. Яғни баланың дене қызуын басатын және де іштің ауруына қарсы дәрілерді салатын боламыз. Дәрі беруге арналған құрал және де балаға арналған крем. Біз баратын жерде маса көп болады, соған қарсы осындай спрей алдық. Күннен қорғайтын крем және де өзімізге арналған жеке гигиеналық заттардың барлығын салатын боламыз. Келесі кезекте чемоданды толтыруға кірісетін боламыз. Жағаласып көмектесіп жүрген балаға да внимание беру үлгеру керек. Осы моментте ойыншықтармен ойнатып, оны босатып жібергеннен кейін керекті одеялды суға баратын болғандықтан артығымен көп сүргі алатын боламыз. Өзімізге фотосессияға арналған образдардың барлығын рет-ретімен салып қоямыз. Шашқа арналған құрал-жабдықтар мен подгузниктерді саламыз. Бұл жерде тек қана фотосессияда мен ғана емес, менің ұлым да қатысады, сондықтан оның да өзіндік бір көптеген образдары болады. Тез етіп дайындалып алып, душты қабылдап алғаннан кейін автобусымызға қарай жүгіретін боламыз. Келесі кезекте Алакөлге қалай келдік, қай жерде демалып жатырмыз, содан влог күтіңіздер. Ойбай, тоқтаңыздар, айтпақшы, мен осындай күнделікті өзімнің образдарымды түсіріп отырдым. Бірінші күннің образын бағалап кетіңіздер. Мені күтесіздер ме? Тіркеліп айтпасыңыз.